Men alqaşlarga ırza bolam da, men ten berem alqaşlardı. Alqaşlar bir butulka vinonu aladı da, ol mаған olsa ağzı kengirdegi jırtılgança vağız aytpaydı ol. Öste otarat da betedi. Болды. Сонымен кетеді. Bir ғана ишарада ол, бұлай. Ана сүмелектер бар ғой, оның арқасында үндемей кете береді. Кете береді. Ha? Неге біздің адамдар келмейді үйтіп айтсақ? Сол дәрежеде алқаштан да парасатсыз болып кеткен бе? Алқаштан да төмен болып кеткен бе сонда? Қараңыз. Немесен біз жаңаға шақырғандай, ымтап емес, дымтап емес, сөйлей алмай шақыр алмасақ, ертең астағфирулла, біздің ахвалымыз не болады? Дini уағыз айту жалғыз ғана молданың ғана тірлігі емес, сіз бенен біздің барлығымыздың міндетіміз, мойнымыздағы парызымыз. Қараңыз. Bir жөзекше, қараңыз, жөзекшені білесіздер, ең жеркенішті адам ол. Бірақ ол өзінің үйінен шығып кеткеннен кейін қайтып келіп отқанда екінші жөзекшені жетектеп келеді. Неге мешіттен шығып кетеміз, бамдатта кетеміз, пешінде бір адам жетектеп келе алмаймыз? Сонда біз одан да төменбіз ба біз? Әрбір момын мұсылман адам өзіне міндет алу керек. Иншаллах, мен бір адамды исламға алып келемін, шақырып келемін, оған жалынамын, жалбарынамын. Себебі Пайғамбар саллаллаху алейhi ve sellem Ali ibn Abi Talib разиаллаху анхуға: "Ey Ali, sen себепті бір адам исламға келіп қалады маса, қызыл түйені садақа қылған менен тең" деді. Қараң. Қызыл түйені ол кезде әкімдер білетін. Әкімдер. Қазір мынау 200-кілер бар ма? 570 Lexus'lar бар ма? Сонда рөлде болған. Қызыл түйені садақа қылған менен тең деді. 5 теңге садақа қыла алмаймыз ғой мешітке. 5 тиын садақа қыла алмаймыз ғой. Қараң. Егер сіз менен біз себепті бір адам исламға келіп қалатын болса, қызыл түйе садақа қылған, бір Land Cruiser'ді беріп садақа қылған менен тең де. Қараңыз. Міне осы сауаптарды сізбенен біз істеуіміз керек. Мешітімізге қарайық. Жамағат жоқ. Жамағат қашан келеді? Жан-жағымызда қанша үйлер бар. Әшейін ана жерде пивнушкаға бүгін пиво 10% арзан сатылады десін, еркек ұрғашын бәр сөзіге тіке қатар тұру алады. Мұнағын бәр вагон болып кетеді. Неге біз соншалықты харам жұмыстарға сонда үйімшіл болып қаламыз да, Аллах Субхана ва Тааланың мархаматы жайылатын жерге соншалы бос боламыз. Бәлкім Аллах Субхана ва Таала сізбенен бізге бұны өрнек қылып қойып жатыр. Сізбенен біз қазір істемесек, бізден кейін сонда бір қауым келеді. Мешіттер тола, астыда тола, үстіде тола болған сондай бір қауымдар болады. Олардың сөйлегендер ақиқат болады. Олардың сөйлегені Құран болады. Олар бір-бірімен ғайбаттаспайды. Олар бір-біріне амр маруф нахи мүнкар менен шақыратын бір үммет келеді. Ол үмметтің келуі жақын. Бірақ сізбенен біздің ахуалымыз не болады? Ең кемінде баламызды, ең кемінде қызымызды, ең кемінде жанашыр досымызды мешітке алып келе алмасақ, ертең біздің қадіріміз не болады?